Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Құралай Жұмаханқызы. Жеңілдетілген бағамен баспана жәрмеңкесі өтті. Отбасы банктың ұйымдастыруымен мұнайшы мәдениет үйінде өткен шараға Ақтау Жаңаөзен қаласынан бірнеше құрылыс компаниялары қатысып, тұрғындарға тиімді бағамен үйлі болудың мүмкіндіктерін түсіндірді. Шараға қатысып қайтқан тілші толықтырады. Жоғары сапа, қолжетімді баға, ең бастысы сенім. Баспаналы болсам деген жандардың арманын орындауға атсалысқан құрылыс компаниялары өздерінің осындай тиімді тұстарын түсіндіріп, жәрмеңкеге белсенді қатысты. Ақтау Жаңаөзен қаласында бірнеше тұрғын үй кешенін тұрғызып, иелеріне табыстаған 10-нан аса құрылыс мекемелері келушілерге жеңілдетілген бағамен баспана ұсынды. Гранд строй дейтін мекемені таңдадым, мен жалпы құрылысты деген жаңағыдай маған арзанға түсті. Сосын бұны качество жағынан жақсы деп мақтады маған, сондықтан осында. Маңғыстау облысы бойынша біздің өзіміздің еліміз, халқымыз төмен пайызбен үйлі болсын. Жаңағы бір сатып ала алмайтын адамдар бөліп алуға болады, біздің банк арқылы 50% салынып деген сияқты да. Сол үшін осындай жәрмеңкелер өткіземіз. Халықта біздің құрылыс мекемелерде өте қуанышты болып, осы халықты бір жерге жинап, осындай халық әр жерде келіп іздеп жүрмесін деп бәріміз халық үшін жасаймыз. Бұнда деген енді біз құрылыс компанияларға қоятын условиямыз халыққа скидка жасасын. Қалаған үйіне қол жеткізгісі келетіндер үшін отбасы банкте 50-50 жас отбасы ұмаяна секілді бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Оған қоса депозит ашу арқылы сыйақы алуға мүмкіндік бар. Кішкене жаңа дүниеге келген баладан үлкейген кәрі ата әжелерге дейін депозит аша отырып, ол ішіне салған ақшасын 20%-ға мемлекеттен көбейте алады. Мысалы, қазір 21 жыл бітейін деп жатыр. Соңғы азғантай бірнеше күн 31 декабрьге дейін депозит ашып, қазір ішіне 200 ЭБРП салса, онда мемлекет сол ақшасын 20%-ға көбейтеді. Қазіргі кезде Жаңаөзен қаласында 5 құрылыс компаниясы көпқабатты тұрғын үйлер салып жатыр. Солардың бірі Қашаған көшесінен бой көтеріп жатқан 3-7 қабатты, 4-5 қабатты Ақбұлақ Ривера тұрғын үй кешені. Шаршы метрінің бағасы 190 мыңнан басталады. Тұрғындарға жайлы жағдай жасап, ыңғайлы баспана ұсынуға жұмыстанамыз дейді компания өкілдері. Именно комфорт плюс санатындағы үйлер осындай болу керек деп біз қазір халыққа жеткізгіміз келіп тұр. Былай айтқанда 7 блок дегеніміз ол закрытая территория, двор без машин. Қазіргі біздің ерекшелігіміз ол именно дворға көп көңіл бөліп жатырмыз. Жаңа былай айтқанда аулаға. Ауласында үлкен 40 соттық жер болады, 50-80 бізде үлкен биік аула, кең аула болады. Жалпы ауламызда машина қойылмайды. Ол именно кішігірім зона отдыха парк ретінде біз халыққа жасап беріп жатырмыз. Жәрмеңкеге 50-ден аса тұрғын келіп, өздеріне қажетті кеңестерін алды. Кейбірі тиімді бағамен баспаналарын рәсімдеп үлгерді. Мұндай шара алдағы уақытта да өз жалғасын табатын болады дейді ұйымдастырушылар. Әсел Алдашева, Баққали Изяддинов, жаңалықтар. Нұр Әлем ат спорт клубы тағы бір биікті бағындырды. Олар 3 желтоқсан халықаралық мүгедектер күніне орай ұйымдастырылған бейнебаяндар байқауында бас жүлдені қанжығалап 150 мың теңге көлемінде арнайы ұтысқа ие болды. Республика бойынша 15 ерекше жан қатысқан сайыста 100-ден жүйрік атанған жерлестеріміздің мағыналы түсірілімі көптің көңілінен шықты. Халықаралық мүгедектер күні қарсаңында бейнебаяндар байқауы болады деп жарияланған соң Нұр Әлем ат спорт клубы осы додаға қатысуға шешім қабылдайды. Қысқа метражды фильмнің басты кейіпкерін клубтың белсенді мүшесі Айбек Тілеуов сомдады. Түсірілім Алматы қаласында жүзеге асты. Сюжет желісі спортшының жеке өміріне қатысты болды. Онда қандай қиыншылық болса да төзімділікпен күресе білудің нәтижелі жемісі болатыны жайында айтылған. Біздің де өңірден Тілеуов Айбек деген бауырымыз осы неде бағын сынап көрді. Бұны арнайы Алматы қаласында осы видеоны түсірдік. Онда операторлар, режиссерлар осы видеоға арнайы дайындалып, 2 аптадай уақытымыз өтті. Осыған байланысты біздер енді бас жүлдені алып отырық. Бұл деген бізге демеуші болған Жасыбай Сұлтан деген ағамыз бар. Соның баласы Ербол деген ол продюсер, осы видеоның монтажын, съемкасын барлығын түсірген. Осы азаматтарға алғысымызды айтамыз.
Қатысушылар еңбегі тақырыпты ашу, креативтілік, актер шеберлігі және сапалы монтаж бойынша бағаланған. Осы орайда белгілі режиссер Ербол Қонаров спортшыларға қолдау көрсетіп, көрерменнің жүрегіне жетерлік туынды дайындаған. Продюсерлік әрі демеушілік еткен Сұлтан Жасыбай. Түсіруші топ спортшы Айбектің денсаулық жағдайына қарамастан биік белестерді бағындырып жүргенін өзгелерге үлгі ретінде көрсетуді мақсат еткен. Январда бізде әлемдік деңгейлер осы келесі жылдан бастап неге Парижде болатын Олимпиадаға жолдамалар өтеді, лицензиялық ойындар болады. Біз соған енді тәжірибе алмасу үшін біздер деген енді шетел, Европа жақ, Россия жақтарда біз көбінесе осы жарыстарға сояқтыға былайлап отырық. Келесі жыл бір 100 шақты, 150 шақты баланы қабылдағымыз келіп отыр. Өзен мен Ақтауда осыған кезде, Ақтаудан март айынан бастаймыз біздер жұмысты. Ол жақта облыс әкімінің бірінші орынбасары өзі қолдау көрсетіп отыр осы спорт дамытуға, иппотерапияны дамытуға Ақтау бойынша. Көздегені жүзеге асып, діттеген мақсаты орындалған спортшылар алда халықаралық жарыстарға қатысуды көздеп отыр. Келер жылдан бастап ауқымды додаларда бой көрсетпекші. Айжанат Қазиева, Баққали Зиядинов, жаңалықтар. Энергетик спорт кешенінде баскетболдан облыстық ашық турнир өтіп жатыр. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған сайыс 2 күнге созылады. Бұған 2005 және 2006 жылы туылған жасөспірімдерден құралған ұлдар және қыздар командалар сынға түседі. Турнирге Құлсары қаласы, Мұнайлы, Қарақия аудандарынан және Жаңаөзен қаласынан жалпы 14 команда қатысуда. Бүгінгі жарыс баскетбол спортынан қаламызда көптен өткізіліп отырған турнир. Соған қарағанда бұл спорт түрінің дамуы да назардан тыс қалған сияқты. Сол олқылықтың орнын толтыру мақсатында баскетболдан облыстық ашық турнир өткізілуде. Жарысымыздың енді группаға бөлініп жатыр, кезеңі дейтін. А группа, Б группа, содан бірінші, екінші орын шыққан командалар жартылай финал, ұтылғандары үшінші орынға ойнайды, ұтқандары финалдық кездесу. Осы өтіп жатқан жарысымыз дейтін Маңғыстау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының қолдауымен өтіп жатыр. Осы жарысымыз дейтін Жаңаөзен қаласының спорт бөлімінің қолдауымен өтіп жатқан жарысымыз осы. Көптен өтпеген жарысымыз осы дейтін. Баскетбол дейтін дамып жатқанына осы 1-2 жыл болды. Қатысушы командалардың арасында баскетбол спорты бойынша жоғары нәтижеге Мұнайлы ауданындағы 12-ші орта мектеп тобы жетіп жүр екен. Олардың қыздар командасында өнер көрсететін 4 спортшысы облыстық құраманың қатарында республикалық жарыстарда бақ сынап жүр. Биылғы жылы сол баскетболшылар спорт шеберінен үміткер атанған. 2 команда, бір ұл, бір қыздар командасын алып келдік. Бүгінгі жалпы жарыстың өту жағдайы өте тамаша. Ұйымдастырушы алқаға да көп рахмет. Ашылу салтанаты да күшті өтті. Оқушыларымыздың көңіл күйлері өте тамаша. Мен спортшыларға айтатын тілегім, спорт бұл барлық кезде достық, бұл татулық, бәрінің дендерінің сау болғанын қалаймын. Спортпен айналысын. Баскетбол турнирі сейсенбі күні қорытындыланады. Жүлдегерлерге кубоктар мен медалдар табысталады. Сәбит Лұқпан, Қаршыға Байтөреев, жаңалықтар. Бүгінге айтарымыз осы. Келесі эфирде қайта жүздескенше аман есен болыңыздар.